Қазақстан полициясы айбыны асқақ мәртебесі жоғары еліміздегі ең беделді органның бірі. Ал полиция тәулік бойы азаматтардың тыныштығы мен қауіпсіздігін сақтайтын, қоғамдық тәртіпті қадағалайтын абыройлы мамандық иесі. Биыл Қазақстан полициясына 30 жыл. Ел тәуелсіздігі жылдары бейбіт тұрғындардың тыныштығын күзетуде құзырлы сала қызметкерлерінің еңбегі ерен. Күндіз-түні өз кәсібіне адал полицейлер қоғам тыныштығын сақтауда әрдайым қырағылық танытып келеді. Бұл айтулы дата мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан құру бастамасымен тұспа-тұс келіп отыр. Тәуелсіз елімізбен бірге құрылып, сан түрлі соқпақтардан өтіп, биік белестерге жеткен ірі құрылым. Соның ішінде Жетісай аудандық полиция бөлімі де осы жылдар аралығында түледі, түрленді, заман ағымына сай бейімделді. Тарихты қопарар болсақ, аудандық полиция бөлімі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 1997 жылғы 21 мамырдағы нөмірі 137 бұйрығымен Мақтаарал аудандық ішкі істер басқармасы болып құрылды. Одан бері де 25 жыл өтті. Ширек ғасыр тарихы бар бөлімді небір антына берік, ісіне адал, тәртіпке қатал, нағыз жанашыр азаматтар басқарды. Атап өтер болсақ, 1987-1992 жылдары милиция полковнигі Жұмабеков Мұздыбай, 1992-1994 жылдары полиция подполковнигі Асайынов Елеусіз, 1994-1997 жылдары полиция полковнигі Ермекбай Патыр Ермекбайұлы, 1997-1998 жылдары полиция полковнигі Ашенов Батырбек, 1998-1999 жылдары полиция полковнигі Ибраев Құдияр, 1999-2001 жылдары полиция полковнигі Шалаев Дәрібай Шамшатұлы, 2001-2002 жылдары полиция полковнигі Қырғызалиев Нұралы Бейсенәліұлы, 2002-2003 жылдары полиция полковнигі Әбжанов Әлімхан Досыбайұлы, 2003-2009 жылдары полиция полковнигі Серікбаев Әбдіғаппар Бердіқұлұлы, 2009 жылы полиция полковнигі Дәлбеков Қайрат Сұлтанбайұлы, 2009-2010 жылдары полиция подполковнигі Қалаубаев Асылхан Сәулеханұлы, 2010-2014 жылдары полиция полковнигі Аделов Асылхан Қозыкеұлы, 2014-2017 жылдары полиция полковнигі Шалқаров Серік Хасенұлы, 2017-2019 жылдары полиция подполковнигі Жанаев Бауыржан Дәулетханұлы, 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін полиция полковнигі Абдраманов Ермахан Әділханұлы басқарып келеді. Бұл азаматтардың барлығы да өмірін ішкі істер саласына арнаған. Полиция деген абыройлы мамандықтың жауапкершілігін ісімен де, жүрегімен де сезіне білген жандар. Қызығы мен шыжығына төзе білген білікті басшылар. Солардың арасынан Қайрат Дәлбеков, Серік Шалқаров, Нұралы Қырғызалиев, Дәрібай Шалаев, Әлімхан Абжанов, Асылхан Қалаубаевтардың есімін ерекше атап өтуге болады. Өйткені олар қызметтік баспалдақпен жоғары көтеріліп, бүгінгі таңда еліміздің әр өңірінде облыстық департаменттің басшысы, басшының орынбасары лауазымын міндетін абыройлы атқарып жүр. 2004 жыл Жетісай аудандық полиция бөлімінің тарихында ауқымды істер мен құрылыстармен ерекшеленген жыл. Дәл осы жылы Мақтаарал аудандық ішкі істер басқармасы ғимаратының құрылысы жүргізілді. Ғимарат аумағынан қосымша тир, спортзал, волейбол алаңы, мини-футбол алаңы, саптық алаң, ішкі істер органдарында қаза болған қызметкерлерге арналған монумент стелла, басқарманың тарихы туралы музей салынды. Нәтижесінде Мақтаарал аудандық ішкі істер басқармасы Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің базалық органы қатарына енгізілді. Сонымен қоса, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Даниал Ахметов, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Зауытбек Тұрысбеков және қорғаныс министрі бастаған бір топ делегацияның қатысуымен Мақтаарал аудандық ішкі істер басқармасында республикалық көлемде кеңейтілген саммит өтті. Аталмыш саммитке қазіргі еліміздің ішкі істер министрі, сол кездегі облыстың прокуроры Ахметжанов Марат Мұратұлы да арнайы қатысқан болады. Әр жерде әркімнің қолынан келмейтін тірлік, Құдайға тоба мына елдің үлкен тұлғалары бұл жерде, әсіресе осы біздің құқық қорғау органдарының почти Қазақстанның бар бұрышына жиналып, соның өшіріп жүргенің өзі үлкен профилактика. Мына жастар үшін тәрбиеге де, басқа мына қылмысқа қарсы нәрсе болатын болса да, біздің айтарымыз тек рахмет. Осылар бізге тәрбие, осылар кісілердің жанында жүргеніміз, сол бізге үлкен сабақ. Жастарға да айтарымыз сол. Қызметі жаман емес. Елімізге адал қызмет қылса болды. Ең керегі сол қызметкердің адалдығы. Сол адал болса, тәртіпте болады.
адамның правасы да құқығы да сақталады деп есептеймін. Полицияның адамгершілік бейнесі орнықты, рухы мықты болмаса, ол қоғамға қауіп төндіретін зиянды әрекеттерге қарсы қауқар көрсете алмайды. Сондықтан да оларға қойылатын талап та қатаң. Ең әуелі білімді, физикалық және психологиялық тұрғыдан да алынбас қамалдай берік те төзімді болуы керек. Әсіресе 175 мыңнан астам халқы бар Жетісай ауданының ішкі тұрақтылығын, тәртібі мен тыныштығын қамтамасыз ету оңай емес. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген Бауыржан атамыздың нақыл сөзін әрбірі қаперінде ұстай бермесі анық. Ел болған соң тентегі де, еркесі де, серкесі де табылады. Небір қанды қол қылмыскерлер де шығады. Ал оларды тезге салып, тәртіпке келтіретін, заңға бағындыратын полиция қызметкері. 1997 жылдан 2018 жылға дейін іріленген Мақтаарал ауданының ішкі істер басқармасы болып келген мекеме қазір Жетісай аудандық полиция бөлімі деп аталады. Бөлімде жалпы 219 қызметкер жұмыс істейді. 16 учаскелік полиция пунктінен және Асығата кенттік полиция бөлімшесінен тұрады. Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлеріне жалпы 32 қызметтік автокөліктер бекітіліп жұмыс жүргізуде. Заман ағымына сай материалдық техникалық базасы жаңғыртылып, қылмыстың ізін суытпай ашуда озық технологияның мүмкіндіктерін сәтті пайдаланып келеді. Негізгі ғимарат Мұхтар Әуезов көшесінің бойында орналасқан. 1991 жылы салынған ғимарат жанынан уақытша ұстау изоляторы, арнайы қабылдау және қабылдап тарату мекемесі бой көтерген. Сонымен қатар азаматтарды қабылдау бөлмесі полиция мен тұрғындар арасындағы ашық диалогқа негізделген алтын көпірге айналып отыр. 2001 жылы еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен қазіргі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ауданға келген іс сапары барысында полиция басқармасына арнайы бас сұғып, ел қорғаны болып жүрген тәртіп сақшыларының жұмысымен танысты. Қоғамдық қауіпсіздікті сақтау мен азаматтардың құқықтарын қорғау жолында атқарып жатқан есіл еңбектеріне ризашылық білдірді. Бұл полиция бөлімінің тарихына қашалып, өшпестей болып жазылған мақтан тұтарлық сәт болды. Уақытпен санаспай тәуліктің кез келген мезгілінде қоғам тыныштығын сақтап, азаматтардың құқығын қорғап, әрдайым қол ұшын созуға дайын тұратын полиция қызметкерлері арасынан бүгінгі күннің батырлары да көптеп шығады. Атап айтқанда, Жетісай аудандық полиция бөлімінің криминалдық полиция бөлімшесінің бастығы, полиция майоры Нұрымбетов Марат Рахметұлы мектеп оқушысын суға ағып бара жатқан жерінен құтқарып қалып, алғашқы медициналық көмекті сапалы көрсете білген. Өз басын қауіпке тіккен көзсіз ерлігі үшін Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 30 сәуірдегі жарлығымен ерлігі үшін медалімен марапатталды. Сондай-ақ Жетісай аудандық полиция бөлімі бастығының бірінші орынбасары полиция майоры Надиров Есімжан Үсенбекұлы 2020 жылы мамыр айында Мақтаарал ауданында болған су тасқыны кезінде тұғырда ілулі тұрған көк туымызды ағып кетпес үшін қауіпсіз жерге алып шыққан. Осы ерлігі үшін Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 14 қыркүйектегі жарлығымен халық алғысы медалі табысталды. Ішкі істер органдарының ардагерлері жастарға құнды тәжірибе беруге дайын және беріп те келеді. Қазір ардагерлер мен жас ұрпақ байланысын жандандыру бағытындағы жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Ал мына полиция қызметкерлері, соның ішінде жедел іздестіру бөлімі, участковыйлар өте ауыр қызмет. Таңертең үйінен шығып жұмысқа кетеді. Кешке оралмай қалатын жағдайлар болады. Ондай жағдайлар болды. Олар біреудің баласы, біреудің атасы, біреуге әке. Міне өте ауыр қызмет. Ауыр қызметтің ішінде қызықты да жағдайлар көп болған. Міне соған байланысты ата заң қабылдағанымызға ішкі істер полициясына 30 жыл болған екен. Міне барлық әріптестерімді құттықтаймын, ардагерлерді құттықтаймын. Мына қазір істеп жатқан азаматтардың бәріне еңбекте табыс тілеймін. Халыққа, елге қызмет істеп жатыр. Мына халықтың тыныштығына байланысты атсалысып жатқан өте жақсы істейтін қызметкерлер көп арамызда. Қазіргі жас буындар, балдар өсіп келе жатқандар бар. Міне солардың бәріне алдағы уақытта үлкен табыс тілеймін, үлкен абырой тілеймін, үлкен шен тілеймін. Мына мереке құтты болсын.
Аудандық ішкі істер саласының тарихында жастарға үлгі боларлық тұлғалар жеткілікті. Олар әрдайым өмірлік тәжірибесін, жинақтаған білімін өзінен кейінгілерге үйретуден жалыққан емес. Мереке қарсаңында қызмет барысында қаза болған ескі әріптестерін еске алуға арналған монумент стеллаға гүл шоқтарын қойып, төл мерекемен құттықтады. Жастарға жалынды жігер берді. Осы ішкі істер саласында мазасыз өмірінде істеп жүрген азаматтардың барлығына амандық тілеймін, жұмыстарына абырой тілеймін, әке-шешелердің алдында қуанышты да жақсы күндер мол бола берулерін тілеймін. Қызметтерінің ауыр екенін мен түсіне білемін, бірақ соны да басқа да халықтар түсіне білсе деп ойлаймын. Барлығының дендері сау болсын, барлығы аман болсын, мерекелері құтты болсын деймін. Ұрпақтар сабақтастығын жалғап, ата жолын қуған полицейлер әулеті де бар. Полиция капитаны, ішкі істер органы магистранты Нұрмаханов Жанболат Сәкенұлы солардың бірі. Әкесі Сәкен Жайлабаев 30 жылдан бері осы салада қызмет атқарса, атасы Жайлабаев Нұрмахан ішкі істер органының әртүрлі саласында 34 жылдан астам қажырлы еңбек етіп, 1997 жылы ішкі істер органдарынан зейнеткерлікке шыққанын мақтанышпен айтуға болады. Сонымен қатар, ішкі істер органдарында аянбай еңбек етіп, абыроймен зейнетке шыққан Салтуреев Сағдат Каналбайұлының ұлы, полиция майоры Салтуреев Азамат Сағдатұлы мен келіні полиция майоры Аубакирова Дина Бекировна бүгінгі таңда көпке үлгілі полицейлер әулеті. Ішкі істер органының зейнеткерлері Қалекеев Қозбағар Соңғыбекұлының ұлы, полиция майоры Қалекеев Дәулет Қозбағарұлы мен Абдуллаев Сапарғали Рахметоллаұлының перзенті, полиция аға лейтенанты Рахметолла Амит Сапарғалиұлы да әке ізін жалғаған. Полиция қызметкері Исабеков Нұрланның ұлы, полиция капитаны Амангелді Бақтияр мен полиция ардагері Надиров Үсенбек Әліқұлұлының ұлы, Жетісай аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасары, полиция майоры Надиров Есімжанда әке жолын қуып келеді. Құрметті ішкі істер органдарының ардагерлері, тәртіп сақшылары, ішкі істер органдарының қызметкерлері, сіздерді 23 маусым Қазақстан полициясы күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қоғамдық тәртіпті қалыптастыру, ел тыныштығын қорғау жолындағы қажырлы еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Еліміз тыныш, халқымыз аман, бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Құрметті әріптестер, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Полицейлер тәртіпке қатал, қырағы сақ болумен қатар, жұмсақтық танытып, қамқорлық та жасай біледі. Қайырымдылық шарасын жасау аудандық полиция қызметкерлері үшін дәстүрге айналған. Мәселен, биылғы балалар жылы аясында Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы Мұрат Қабденовтың тапсырмасымен Жетісай ауданы полиция бөлімінің бастығы Ермахан Абдраманов бастаған жеке құрам ауданда орналасқан Жетісай қосалқы мектеп-интернаты коммуналдық мемлекеттік мекемесіне барып, қайырымдылық іс-шарасын ұйымдастырды. Шараға ішкі істер органының ардагерлері мен аудандық өнерпаздар арнайы шақырылды. Балалар концерттік бағдарламаны тамашалап, сый-сияпатты қуана қабылдады. Бұл күні ешкім сыйлықсыз қалған жоқ. Сондай-ақ оқушылардың игілігі үшін кір жуғыш машинасы сыйға тарту етілді. Мұндай тосын сыйды күтпеген мекеме басшылығы жетісайлық қамқор полицейлерге риясыз алғысын білдірді. Иә, осынау абыройлы міндетті дақ түсірмей атқарып жүрген полиция қызметкерлерін кәсіби мерекесімен және Қазақстан полициясының 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Қауіпке, қатерге, асқан жауапкершілікке толы қызметтеріңізге толағай табыс тілейміз. Ел тыныштығын, қауіпсіздігін қорғау жолында атқарып жатқан есіл еңбектеріңіз нұрға бөленсін.